Бұл халық не істерін, қайда барып, қалай күн көрерін білмей жүрген тоқырау кезі болатын. Оның үстіне ел жұрт өлместің жолын жалғау үшін ұстап отырған бір-екі сиырын, бес-алты тауықтарына әрең жем шөбін алып беріп отырғанда, белсенділер бір сиырын, 5 тауығын және 5 тауық күніне 5 жұмыртқа туады, бір шелек сүт деп қосып, еш кедейшілік жоқ деп байлардың санатына енгізіп, нарықтың да алқымнан қысып тұрған шағы еді. Бірде құрдастар қазіргі заманның ауырлығы, қоғам, нарық жайлы қинала әңгімелеп отырған болатынбыз. Кенет құрдасымыз Қозайдар: нарықтан шығудың оңай жолы бар, үйлеріңде тауық бар ма? Деп бәрімізге сұраулы пішінмен қарады. Бар ғой, 5-6 деп жамырап жауап беріп жатырмыз. Біздің үйге аяқ астынан қонақ келсе, еш саспаймыз. Қонақ кірісімен оған, яғни қонаққа сездірмей, әйеліме қарап, яғни әйелі сәрсенкүлге қарап, сакош, қу деймін де, өзім қонақтың қолын жуғызып, көрпеше төсеп, амандық саулық сұрап, уақыт өткізіп, қонақты айналдыра тұрамын. Ал сакош тауықтарды үйді айналдыра тырқыратып қуады. Сонда жұмыртқалауға жақын тұрған тауықтар бұл төтенше көрген қысымына шыдай алмай, жұмыртқаларын тастай қашады. Содан жетілгені бар, шаласы бар 5-6 жұмыртқаны сакош жинап әкеліп, тездетіп қуырып жібереді. Қалай, қайдан әкелгенін, қорған соң қандай жұмыртқа екенін қайдан білсін? Қонақ риза, мәз болып біз де қаламыз деп бәрімізді ду күлдіргені бар. Осылай бір-біріміздің көңілімізді көтеруге, замана ауырлығын сәл де болса жеңілдетуге тырысатынбыз. Бірақ жанға батып тұрған мәселе болғандықтан әлсін қайталап еске түседі. Мысалы, жем шөбі де толық емес бір сиыр бір шелек сүт бере ме? Бидай жүгері, шыны, күл, бейт құрттан тазалайтын дәрісі, қоразы, яғни толық жағдайы жоқ тауық күнде жұмыртқалай алады ма? Шала белсенділердің оған білімдері жетпей ме? Әлде әдейі солай жасай ма? Білмеймін. Осындай жағдайдан көп балалы отбасылар әрең тіршілік кешіп жүретін. Өзім ұстаз болғандықтан көп нәрсеге зер саламын. Көптеген кісілермен араласамын, пікірлесемін. Сонда олардың әрқайсысының күнкөріс жағдайын толық сезіп тұратынмын. Кейбір бала шағасы көп, бізден жасы кіші, үйінде өзінен басқа табыскер жоқ ұстаздарға үйден жұмысқа бара жатып, күріш алып кетіп, үйіне беріп жіберетінмін. Ал өзімнің тұрмысы төмен құрдастарыма өзін мектепке шақырып, құмшекер, баклажка мен шемішке май беретінмін. Тіпті әзілдеп: абысын, әдемі көйлектеріңізді өзіңіз кие бермей, бізге де берсеңізші, мына үстіңіздегі киілген көйлектеріңізді берсеңіз де болады, жаңасын сұрамаймыз деген келіндеріме көйлектерімді де берген кезім болды. Осы жазбамды бәрі тыңдайды ғой, өздері біліп отыр. Өйткені мен келіндердің назы өте дұрыс деп есептедім. Шындықты мойындау керек. Ұжымдағы зампред қызметкері мен жай шаруаның табыстары бірдей емес. Зампред болғандықтан шалым, жем, шөп, тағы басқаларды бартер жасап, көмекшілерімен бірге халыққа ұн, май, қант, құмшекер, тағы басқа тағам түрлерін таратып жүрді. Бал ұстағанның бармағы да бал. Немесе қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса демекші, мен қалайда жоқ жұқаларға беруім керек, барынша көмектесу керек деп шешім қабылдадым. Алла куә, ешкімге айтып мақтанғаным да, мен періштемін деп ақталғаным да жоқ. Мүмкіндігінше көмектестім. Үйге сұрап келгендерді де ешқашан бос қайтарған емеспін. Егер басқаша бір мінез көрсеткен болсам, мынаны тыңдап бетіме басады деп
сіздермен ой бөліспес едім, себебі мені ешкім зорлап айтқызып отырған жоқ.